Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме оқушылар, отырыңыздар. Бүгін сабағымызда екі оқушы жоқ сияқты бағу және алғысты. Жақсы, бүгін бала біздер Ғабит Мүсіреповтің ұлпан романын ары қарай жалғастырамыз. Біз үшінші сабағына келдік. Ең бірінші сабағында шығармамен таныстық, композиция құрылымын талдадық. Одан кейін екінші сабақта ұлпан бейнесін талқылаған едік, солай ма? Бүгін біздер шығармадағы ұлпан романындағы көркемдеуіш құралдармен жұмыс жасаймыз және әдеби шығармадағы психологизмді анықтайтын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты не сонда балалар? Психологизмді анықтау, яғни романның көркемдік ерекшелігін талдаймыз балалар және оның автор стиліне баға береміз. Түсінікті ғой, иә? Және кейіпкердің психологиялық портретін анықтайтын боламыз. Ендеше күннің жадын жазайық. Бүгін 17-ші ақпан сынып жұмысы деп жазып қойдыңыздар. Жаздыққа? Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз 3 бөлімнен тұрады. Сөз иесі, сөз сыры, сөз киесі деп аталады. Біріншісі бұл сөз иесі. Сіздерге қазір ортаға шақырамын, келіп мына карточкаларды алып, шеңберге тұрып, осы карточкада берілген сөздің иесі кім шығармадағы? Соны табуыңызды сұраймын. Яғни ол кімнің сөзі? Және ол қандай оқиғаға байланысты айтылған, соны айту керек боласыздар. Шығарманы еске түсіріп алайық, иә? Ал келіңіздер. Шеңбер болып тұрайық. Шеңбер болып тұрайық. Келіңіздер. Кеңірек тұрайық та, Алия, Тарина, сіздер кеңірек. Енді бастайық балалар. Еске түсті ма? Кімнің сөз екені? Жадыра бастай қойыңыз. Батырмай, ол өкпесімай, найзагермай, сені де көретін кім бар екен ау. Ұлпанның әкесінің. Дұрыс. Кім еді оның әкесінің есімі? Артықбай Батыр. Бұл қандай оқиғаға байланысты айтқан сөзі? Есеней деген оның еліне айыбын өтеу үшін барған кезде айтылған сөз еді. Солай ма? Жақсы, бұл кімге байланысты айтып тұр? Артықбай кімге айтып тұр бұл сөзді? Жоқ. Дұрыс айтасыз. Сәдірге. Есіңізде бар ма? Сәдірге айтады. Ары қарай. Апырау бұл кімнің қызы болды екен? Есенейдің сөзіне балалар. Түрікпен Мүсіреповтің сөзі. Шығарманың қай кезеңінде болатын оқиға? Басында. Ары қарай. Арысымызда әлі етілген жұрт асқақтай сөйлетіп тапсырған еді ағалар. Бұл бізде ұлпанның сөзі шығарманың басында. Басында қайда келеді? Кіммен кездесетін жері? Есенеймен кездесетін. Дұрыс қой балалар, иә? Жақсы, ары қарай Фатима. Тойды сендер келгенше тоқтатып қойдық жоқ, және нәресте болып қалғанбыз. Бұл бізде Түрікпен Мүсіреповтің ұлпанмен кездескен кезде айтқан сөзі болатын, бұл жинадың отасы бұзылған кезінде. Түйесі бұлғалаған. Солай ма? Бұл Түрікпен Мүсіреповпен бірге қайда баратын еді ұлпан? Жасап базарға барады да, даусымызды шығарып айтайық. Ай көркем. Жігітім, сен маған қарамын деп сөйлеспейтін бол. Дұрыс қой балалар, иә? Кімге айтқан сөз еді? Кенжетайға айтқан сөз еді. Солай ма? Ары қарай. Артемейге сәлем айтып, ертең сәлем беріп қайтамын. Бұл Есенейдің сөзі. Бұл кезде Есеней деген ұлпанды кездестіреді. Шығарманың басында, иә. Жылдарды Танымайды, солай ма? Ұлпанды танымай алады, сол кезде жаңағы айыбын өтеу үшін баратын болады. Солай ма? Балалар ойымызды айтайық, ортаға салайық. Арну. Бірақ күнде үйренеді. Есеней ордасының бәйбішесі сен боласың. Есеней
Ол Есенейдің ұлпанға айтқан сөзі ғой, солай ма? Үйленер алдында. Аққыр қара қырларын санамаған екенсіз. Даусыңыз шығарайық, даусыңызды. Аққыр қара қырларын санамаған екенсіз Мүсеке. Кімнің сөзі? Ұлпанның ба? Аққыр қара қырларын, иә, Карина? Есенейдің сөзі. Жаңағы аңшы мүсіреп мақтанып тұрады ғой, иә? Иә, дұрыс, осынша қасқыр бар деп сол кезде айтқан сөзі. Ары қарай. Аз ғана сауын бие артылғаннан кейін мына самауыр деген сары биеге қарап қалғанбыз. Кімнің сөзі? Самауыр деген сары биеге қарап қалғанбыз дейді. Жоқ. Несібелі ол анасы. Кімнің сөзі? Артықбайдың сөзі. Я кімге айтатын еді? Кімдер келді оның үйіне қонаққа? Есеней. Соған айтатын еді ғой, я? Дәл Карина? Өзіне керегі малын атқанша керек өзіне. Ол ұлпанның сөзі, Есеней өлімнен кейін оның інісіне. Інісіне айтады. Дұрыс қой бала? Қыз баланың қойылатын қалымауы ғой. Бұл, иә? Артықбайдың сөзі солай ғой? Қай оқиғаға байланысты айтатын еді? Не болатын еді? Су шаш деген жырды айтқан кезде. Иә. Дұрыс, Кенжетай су шашты айтады ғой, солай ма? Қонаққа келіп отырған кезде, сол кезде күрсінеді осы сөзді айтады. Өте жақсы еркен аз. Ары қарай. Қашанға шұбарын паналап қонып қалған үш ауыл біріне кірілді. Арызын айта келдік Есенейдің сөзі ма? Арызын Есенейге айтып тұрған сөз емес пе? Кімнің сөзі? Мүсіреп. Ұлпанның сөзі. Ұлпанның сөзі бала. Қайдан ұғыр сіздер дұрыс аңғармай қалып тұрсыздар. Қашанға шұбарын паналап қонып қалған үш ауыл кірме күреуіттің арызын айта келдік. Иә, үш ауыл кірме күрлеуіт. Солай ма? Ұлпанның елі ғой. Ескеріңіздер. Шырағым, арыздың аяқсыз қалмас, аяқсыз қалатын арыз сияқты емес. Бұл Есенейдің сөзі ме? Есеней. Ұлпанға айтылған сөз, бірақ Есеней емес. Есеней кімге мындай жауап берді? Кімге мындай айтты ең басында? Түрікпен мүсірепке. Дұрыс айтасыз, Карина, өте жақсы. Түрікпен мүсірепке айтатын еді ғой, сол кезде Түрікпен мүсіреп не дейді? Қайтып оқып жібер. Шырағым, арыздың аяқсыз қалмас, аяқсыз қалатын арыз емес сияқты. Есеней бір қыз қонақтап шығуға көңіл етіп келген екен. Кәрі шойнақ отбасынан орын бермепті деген атаққа мен қалып жүрсем қалай болады? Есенейдің Артықбай айтып сөзі. Керісінше Артықбайдың Есенейге айтқан сөзі. Балалар, сөздің иесін табуда кішкене қателіктер орын алды. Бірақ біз еске түсіріп алдық, солай ма? Кімнің сөзі, қандай оқиғаға байланысты айтылған екен, иә? Енді осы сөздер бойынша топқа бөліне ойыңыздар. Қалай бөлінеміз деп ойлайсыздар? Оқиғаға байланысты ма? Кейіпкерлерге байланысты. Кімден? Дұрыс Түрікпен мүсіреп, сосын осы төрт кейіпкердің сөзі болды ғой, байқасаңыздар. Солай ма? Жақсы, ендеше отыра қойыңыздар. Есенейдің сөзі мында қайшы, иә? Ұлпан, келіңіздер. Артықбай. Жер қойып, Артықбай. Мүсіреп. Тамаша, жақсы. Енді балалар, манағы сабақтың мақсатын естіп жүрейік. Бүгін не істейміз деді? Автордың стиліне және психологизмді анықтаймыз, яғни кейіпкерлердің психологиялық портретін анықтаймыз деген сөз. Жақсы. Ендеше көркемдегіш құралдарға түсейік. Бірінші жұптық тапсырма сіздерге балалар. Телефондарыңызды алыңыздар. Мен айтқан болатын ғой, сабақта телефондарыңыз қажет болады деп. Жұптық тапсырма. Сіздер бірге орындайсыздар, үшеуіңіз, сіздер үшеуіңіз үштік боласыздар. Қалғандарыңыз екі-екіде. Телефондарыңыз бар ғой, сілтеме сіздерге жіберілді, солай ма? Сол бойынша кіресіздер, сілтеме бойынша кіресіздер және сәйкестендіру тапсырмасын орындайсыздар. Жұпта ақылдаса отырып. Сұрақ бар ма? Тапсырма түсінікті ме?
Не істейміз? Сәйкестендіресіз. Жақсы дұрыс екен жақында. Ажар, сіз бірлесіп жұмыс жасаңыз. Ayrılmayın, hadi ayakta. Bardağın ödeni tutan sizde bardağın dursan kalma, ayrışan sizleriniz. Ödeni tutan kalma. Bir kaçı, kaysın kaçı. Size kaçırıp bulmadı aşağı. Fazla baklarımız size de kaçırıp bulmuşlukta alıyoruz. Daha o paraktara bağlar elbisenizi distriktorlar birliğe kasına özümüzün bağımızda kullanıyoruz. Yılgınca arasında ülke büyük kurallarda sevgisinizden hazırlanır. Tahtalarına sağlayarak sonunda Kalabreys'te bu көргенде ұшқылауға автор не үшін ойланғанын соны ойланамыз. Соған жауап беруді айтамыз, иә? Бірінші біздерде оқып жіберейікші. Айның басқаша ең бірінші Арыстанбай дегенді. Арыстанбай, Ақмешімбай, Шұңғыр, қалған ағам есіне. Қалай есіне түсті? Бұл метафора, солай ма? Қай сөз метафора болды? Арыстанбай, солай ма? Бермай дейді. Тамаша, отыра қойыңыз, әрі қарай. Ертең аз оқығымыз теңеуді оқиықшы, теңеу болып тұрған. Көркейтіп шыға. Ақылым қалған жасқы жайларда келе жатқан жылдың қарапқан қалың қонақта өзекті шіріктің өмірге тұяғын тиген соң ақ сырадай бүкір тістерін жерге қадай бастады. Қайсысы? Теңеу қайсысы? Ақ сырадай бүкір. Жоқ, соңынан болып тұрған бұл жерде. Ұстарадай тек қана, иә? Қолыңызға, телефоныңызға қарауыңызға болады сізге көрмей жатса. Қайсысы болды? Ұстарадай өткірдіңіз, иә? Ұстарадай болды. Жақсы отырамыз. Әрі қарай портретті кім оқиды? Портретті оқиды. Радима. Портрет ең мына құшақ бел, сымбат бойы қызыл шырайлы торғылт келіншек шынар болар. Аяғында кескілең етік, ашар да ашы жүзді, көз қиығын құйрығы азғын көлеңкі сол жақ бетінде бармақ баттасы бар. Бармақ баттасы бар. Бұл кімді суреттеп тұрсың ба? Шынар деген кім еді? Түрпеміз. Отырамыз.
тұлғаның Жақын жақын құрбысы айналады. Жақсы, Арнұр? Эпитет көз жетпес жиекке дейін созылып керіліп жатқан кең алқап ішіне мақтағандай екен. Жұта қалың ормандар. Дұрыс па? Қайсы эпитет болып тұрған қолданыстар? Жұта қалың орман. Жұта қалың орман. Тамаша. Отыра қойыңыз, ары қарай. Карина отыр қойыңыз. Бізде не бар тағы? Метоним. Аха, отыр қойыңыз. Карина? Өзекті шілікті тың қара жатқан қара отты кең шиыр. Дұрыс қой балар, иә? Метонимия болып тұр. Не себепті метонимия болып тұр? Кең шиыр деп нені айтып тұр негізінде? Өзекті шілікті тың жатқан қара отты кең шиыр. Жерді дұрыс айтасың, иә? Бірақ оны жер, кең алқап, дала, шүйгін, көл, мол деп көл сөздің орнына бір ғана осы алмастыру арқылы шартты түрде осылай жеткізген екен. Жарайсыздар, отыра қойыңыздар. Яғни сәйкестендіруде бізде қателік жіберген жұптарда болды. Көпшілігіміз дұрыс орындағансыздар. Енді сол бойынша бағалап қойсаңыздар. Сонымен бұл біздің сабағымыздың сөз сыры деп аталатын кезеңі бар, иә? Енді келесі ары қарай сіздер осы көркемдегіш құралдарды автор не үшін қолданып тұр? Соны айтуларыңыз керек. Бірінші топ сіздер эпитетті не үшін қолданған жаңағы шығармасында, сіздер екінші топ метафораны не үшін қолданып тұр? Үшінші топ сіздер метонимия және теңеу, осы екеуін аласыздар. Сіздер портрет не үшін қолданған? Жазушы не үшін қолданған? Ауызша талқылаймыз балалар, ауызша бірнеше талқылаңыздар, сосын айтатын боламыз. Сіздерде жазу қажет емес, ауызша талқылайды. Теңеу не үшін? Дайынбыз ба? Топтар дайын болды. Бізге берілген көркемдегіш құрал ол эпитет. Эпитетті автор ормандардың айрықша белгісін көрсету үшін қолданған. Дұрыс қой балалар, иә? Орманның айрықша белгісі. Келісесіздер ме балалар? Өте жақсы. Ары қарай екінші метафора ажар. Астармай, аш құсылмай, жойылып қалған аған қала есін ұстап. Бұл бізде Артықбайдың сөзі. Артықбай мұндан Есенейге айтып тұр. Яғни оны Артықбай Есенейге айтып тұр. Яғни Есенейді арыстанға теңеп алып. Теңеп деп айтамыз ба? Балап ұқсатып деп айтамыз. Ұқсатып. Отыра қойыңыз, жақсы. Ары қарай келесі топ метонимия. Біздің метонимия кең шиыр, оның шығармадан қолдану мақсаты даланың байтақ және кең екенін ұзақ сипаттамай қысқаша бір сөзбен алмастырып тұр. Солай ма? Теңеу. Әселжан, теңеу. Автор өзінің шығармасында мағынасын ашу үшін қолданған автор айтатын болса, жылқыны ерекше сипаттап ұстарға да кіртістерді келісеміз ба балалар? Және отыра қойыңыз, жақсы. Ары қарай келесі топ сіздер. Көркемдегіш құрал ретінде портретті берген. Портрет адам дүниесін ашуға, оқырманды қызықтыру үшін адам
беріп жібердім. Қай сәтте бұл портрет, қай кім? Шынар жайлы ой. Шынар жайлы ойы, солай ма? Шынар оған бірден ұнайды ғой, солай ма? Оның Шынарды бірден ұнатқанын осы портреттен байқауға болады. Отыра қойыңыз. Әрі қарай балалар, келесі жұмысымыз енді 4 сөйлем әдісі Попс формула деп айтамыз, солай ма? Дәптеріңізге автордың стиліне баға беріп 4 сөйлеммен жаза қойыңыздар. Бірінші пікір, сонымен автордың қолданысын талдадық, солай ма? Автордың стилі, композициялық талдау барысында да біздер айтты. Енді өздеріңіз қорытынды жасай қойыңыздар. Бірінші пікір, екінші себеп, содан кейін дәлел, үшінші, содан кейін қорытынды. Менің ойымша, өздеріңіз бастап тұрыңыз. Suyunu ayıkladı. Төрт сөйлем жазу керек болатын балалар аяқтайық. Жақсы. Жадыра бастап оқи қойыңыз. Менің ойымша автор көркемдегіш құралдарды шығармада атауда мағына береді. Себебі бір нәрсені толық тартып жазбай, сол сөздің мағынасын қысқа әрі анық етіп көрсеткен. Оған мысал келтіре болсам, өзекті ішілікте жатқан қара отты кең шірендеп, жердің қаншалықты жақсы екенін көрсеткен. Жақсы, өте жақсы. Қорытынды жасағансыз. Оқи қойыңыз. Менің ойымша автор бұл шығармада ерекше қолданған, себебі шығарманы оқи отырып, сол замандағы адамдардың тіршілігін ұғамыз. Мысалы, шығармада редактор елестете арқылы сол кездегі өмірлерді сонымен елестете аламыз. Елестете аламыз. Жақсы балалар, сонымен біздер көркемдегіш құралдарды талдадық және қандай тапсырманы орындадық жаңа? Автор стиліне баға беріңіздер. Ендеше бағалай қойыңыздар өздеріңіздің осы жұмыстарыңызды. Автор стиліне қаншалықты баға бере алдыңыз. Келесі тапсырмаға көшеміз. Бағалаттар? Бағалап болсақ, онда балалар мынадай тапсырмаларды орындайық. Қараңыздар. Бұл енді сізде топтық жұмыс балалар. Топтық жұмыс. Топ болып орындайсыздар. Бірінші сіздерге үзінді берілген, солай ма? Шығармадан үзінді берілді. Шығармадан үзіндіні оқи отырып, одан кейін жаңағы сауалдар бойынша жұмыс жасайсыздар. Ол үшін бірінші тақтаға назар аударайық балалар. Тақтада кейіпкердің психологиялық портреті жөнінде анықтама берілген. Көркем бейненің сыртқы бейнесімен қоса мінезі, іс-әрекеті және кейіпкердің өзі өмір сүріп отырған қоғамына әсер етуі арқылы оқырман санасында қалыптасатын тұлға бейнесі бұл кейіпкердің психологиялық портреті деп аталады. Қараңыздар, психологиялық портретті жазушы қалай береді? Қандай тәсілдермен береді? Бірінші ол авторлық баяндау арқылы беруі мүмкін, немесе түрлі диалогтар арқылы беруі мүмкін. Қазір соған мән бересіздер. Сізде берілген үзінді авторлық баяндау ма, диалог па, соған қарайсыздар, иә? Және сол портрет арқылы кейіпкердің жан дүниесін, психологиясын жайып салады. Сонда біз осы тапсырманы орындау арқылы не істейміз деген сөз? Сонда авторлық баяндаударда, диалогтарда біз кейіпкердің психологиясын анықтап жүрміз ғой балалар, иә, құрылымды сабақтарда да. Дәл сол сияқты. Енді сұрақтарды қараңыздар. Барлығыңызға сұрақ бірдей. Осы үзіндідегі басты тұлға кім? Соған сіздер сұрақ дайындайсыздар. Сол кейіпкерге сұрақ дайындайсыздар.
Және сіздің сұрағыңызға сол кейіпкер қалай жауап беруі мүмкін? Жауабының болжамын жасайсыздар. Және неліктен олай жауап беруі мүмкін деп ойлайсыздар? Соны кейіпкердің психологиялық портретімен байланыстырып айтасыздар, иә? Түсінікті ме? Сұрақ бар ма? Нұсқау түсінікті болса кірісейік. Сіздерге неше минут қажет деп ойлайсыздар бала? 5 минут, жақсы, 5 минутта талқылайық. Ал кірісейік. Оқыңыздар, бірінші үзіндіні оқып шығыңыздар дауыстап. Біреуіміз дауыстап оқуға болады. Ұлпанның қандай оқиға болатын еді? Жаңағы Есенейлер ұлпан үйіне келіп отырғанда, Артықбай батырға айып өтеу үшін келіп отырғанда. Иә, ат дұрыс дейді ғой, солай ма? Сосын кіріп келеді, кім жетті ол? Кіріп келеді. Есеней отырған кезде, иә? Қараңыздар, кім кіріп келеді? Сәдір. Осы оқиғаға қараңыздар.
Енді жауаптарыңыздар емес? Жақсы. Аяқтадық па балалар? Аяқтасақ, онда мына топтан бастайық. Мүсіреп тобы келіңіздер. Қалған топтар тыңдаймыз, ой қосуға болады. Тойдан да даушылардан да сұраншылардан да ұлпан әбден қалжақ қалған. Оның бойы үйренген, кездесемізде боламаған күнде. Біресе сұраншақтардың көптігіне ыза болып, есенейдің бар байлығын таратып бергісі келеді. Біресе керей уақыттың осынша даукестігіне ыза болып, қудыртып тастағысы келеді. Ақылды болса да ақыл аузы деп аталатын даналық аузы әлі шықпаған жас әйел. Көзі үйренгенге көндіге алмай жүр. Сұрақ, осында жағдаяттың болатыныңыз білдіңіз бе? Кімге сұрақ балады? Ұлпанға. Мен осы ауылға келердің алдында халық осыны бастан кесіп жатқанын мүлдем білмедім. Ал ауылға кірген сәтте осындай оқиғалар көп болатынын болжай бастадым. Бұл кімнің жауабы? Ұлпанның жаңа сұраққа осылай жауап беруі мүмкін деп тұр. Ары қарай? Біз Ұлпан осылай жауап береді деп санаймыз, себебі Ұлпанның ішінде күйінші және таңданысы болды. Ол басшысының байлығына және оның халқының кедейлігіне іштей ызаланды. Таңғалы, таңданыс болды іште, солай ма? Әрі ызаланды, иә? Балалар тапсырманы орындай алды ма? Иә. Бұл соғып қояды, ендеше. Ары қарай екінші топ, артықбай тобы келіңіздер. Оныша қалғанымыз жақсы болды, деді Ұлпан төрге шығып отыра беріп. Мен сендерге қоңыз қайырлы болсын айтуға келгенім жоқ, көшіріп әкетуге келдім. Есенейдің жалғыз інісі айдалада жалғыз үй қалғаны ұят па? Ұят емес пе? Ауылының тұсынан өтіп бара жатқан Сибан көшіне бір адам бұрын келді ме сендерге? Неге бұрылмады? Сибан сені Есенейдің алдында айыпты санайды. Айыпты екені өтірік пе? Тыжырамай тұрап тұр. Ұлпанға сұрақ. Сол кезде сіз неге Еменалыны өзіңізбен бірге көшке алып кеттіңіз? Себебі мен Еменалыны алып кеткен себебім, мен елдің анасы болғандықтан күйеуім Есенейдің жалғыз інісі Еменалыны алып кеткен себебім, өз басымда ғана емес, Есенейдің елін ойлап, осындай әрекетке барған болатынмын. Яғни Есенейдің абыройын, иә, солай ма? Елдің абыройын ойлап осындай әрекетке бардым дейді. Ары қарай? Біз Ұлпан осылай жауап береді деп ойлаймыз, себебі осы үзіндіні оқи отыра біз Ұлпанның даналығын байқай аламыз, және де бұл жерде Ұлпанда бір жағынан ашу келіп тұр, және де намыс сезімі ойма. Намыс сезімі басым, солай ма? Елдің жайын берді ғой, елдің намысы, елді ұятқа қалдырмау, иә, сондай бір ішінде сезім толқыныс болды деп ойлайсыздар. Жақсы, тапсырманы орындай алды ма балалар? Осы оқып қояйық енді. Жақсы отыра қойыңыздар, жарайсыздар. Ары қарай келесіздер, Ұлпан тобы, келіңіздер. Карина, Айгүлкен, Ажар. Оқиық. 40 жыл болса қайтейін, 40-қа келгенде біздің елдің Есеней сен болып қаларсың, оған дейін сен менің Есенейім болады. Мен саған сұлу деп, жас деп қызықтым ба, болмаса Есенейдің орнына Есеней болатын адам деп қызықтым ба, оны өзім де білмеймін. Есенейге сұрақ, оған дейін сен менің Есенейім болып тұр деген сөзбен нені меңзедіңіз? Мен Ұлпанға сеніммен қараймын және оған үлкен жауапкершілік артылатыны сонша болашақта халқымды басқара алатынына сенемін. Біз Есенейге осылай жауап береді деп ойлаймыз, өйткені Есенейге осылай жауап қайтаратынына себепші оның халқына деген алаңдаушылығы және Ұлпанға деген сенімі және сезімі. Сенімді сезім. Кездестер ма балалар? Ел үшін алаңдап тұр ғой, иә? Қандай сөз айтатын еді жаңа? Ажар оқып жүрші? Ең соңғы жағындағы сөздерді. Мен саған сұлу деп, жас деп қызықтым ба, болмаса Есенейдің орнына Есеней болатын адам деп қызықтым ба, оны өзім де білмеймін. Бір жағынан ел үшін алаңдап тұр ғой, өз өркейіп келе жатыр жасы. Елді абыроймен басқаратын, сондай бір дана, парасатты жан деп танып тұр ғой Ұлпанды бір жағынан, иә? Міне сол сәтті керемет жеткізіп тұр бұл топ. Қол соғамыз ба балалар? Олайсыздар, отыра қойыңыздар, келіңіз. Келесі топ Есеней тобы.
Садыр жігіттерге айдап әйткен соң, ұлпан әкесінің қасына отырып кетеді, жылай бастады. Қонақтарына аразын айтқандай өксіп жылап отыр. Не деген қорлық? Бұл күнге дейін ешкім бетіне қарсы келіп көрмеген. Ері ерке өскен ұлпан малға сатылып кете беретін көп қыздың бірі екен-ау. Үйде қонақтар болмаса ғой, әлгі жігіттер мұны байлап матап алады да кетеді. Ерке болса да ер мінезі болушы еді, қорланып жығылады. Үйіне қадірлі қонақтар келген күні ұятқа ұшырап қалдым-ау деп ұялағаны жылады. Ұлпанға сұрақ, бала күннен атастыру сіз үшін дұрыс па? Ұлпанның беретін жауабы біздің ойымызша, бала күннен атастыру ол дұрыс емес. Өйткені әркім өзінің сүйгеніне, өзінің ғашығына қосылуы тиіс. Неліктен бұлай жауап береді деп ойлайсыз? Өйткені біз осы үзіндіден Ұлпанның ішіндегі өкінішін, өзінің іштей мұңды байқаймыз ба? Осыны ол жылау арқылы шығарды. Жылау арқылы шығарды. Өзінің жай күйі ғой сол кездегі. Не үшін жылап? Қандай оқиға болып еді? Есенейлер Артықбайдың үйіне келіп отырғанда қандай оқиға орын алып еді? Иә, атастырып қойған жерден қуғыншылар келіп не істейді? Иә, алып кетуге келеді. Бас салат солай ма? Бәрі жүгіріп кіретін еді ғой үйге. Міне сол сәтте жаңағы оларды алып кеткеннен кейін, жаңағы қуып келген адамдарды алып кетеді ғой. Сонда Ұлпан не істейді? Жылайды, солай ма? Жылайды. Осы жерде Ұлпанның жай күйін жаңа мына топ айтып берді. Иә, қосып оғамыз ба балалар? Енді балалар тақтаға назар аударайық. Сонымен қолдарыңыздағы үзіндіні қараңыздар. Автор кейіпкердің психологиялық портретін авторлық баяндау арқылы ма, диалог арқылы жеткізген бе сіздің үзінділеріңізде? Сізде авторлық баяндау арқылы, сізде диалог арқылы, баяндау арқылы, сізде авторлық баяндау арқылы. Сонда кейіпкердің психологиялық портретін жеткізудің осындай жолдары бар екеніне көз жеткіздік, иә? Ендеше балалар бүгінгі сабағымызды сонда жаңағы сөздің киесі деген 3-ші бөліммен аяқтап отырмыз. Сонда кейіпкердің образын жеткізуде, бейнесін ашуда, оның психологиялық портретін көрсетуде әрбір сөздің өзінің қолдану орны бар және оның белгілі бір рөлі бар деген сөз. Солай ма? Жаңағы баяндаулардан, диалогтан біз оны байқап отырмыз. Ендеше сабағымызды қорытындылайық балалар. Бүгін сонымен сабақта біздер шығарманы еске түсірдік. Солай ма? Бірінші мазмұнын не арқылы еске түсірдік? Кейіпкерлерді арқылы еске түсірдік. Бірақ қателіктер орын алып жатты. Бұл сіздерге бұл шығарманы тағы бір қайталап оқып шығуға мен кеңес беремін сіздерге балалар. Біздер оқып шығып тұрмыз, мазмұны біліп тұрмыз, бірақ әрбір сөзге мән беріп, әрбір сөздің иесі кім не айтты, қай жерде айтты, соны жаңа көңілге тоқып, зердемізге тоқып алуымыз керек. Жақсы, әрі қарай көркемдегіш құралдардан қателескен жоқпыз, солай ма? Бір жұп ғана қателік болды, қалғандарымыз қателескен жоқпыз. Тамаша, жақсы орындадыңыздар, автор стиліне баға бердіңіздер. Және ең соңғы топтық тапсырмада кейіпкерлердің психологиялық портретін анықтай алдық па? Анықтай алдық. Сол үшін бұл тапсырманы да сіздер өте жақсы орындап шықтыңыздар. Енді әрі қарай сабағымыздың қорытындысында кері байланыс парағын толтыруыңызды сұраймын балалар. Және үй тапсырмасын аласыздар. Қазір оны жазып қоямын. Жетті ме барлығымызға түгел? Сіздің топта жетті ме? Аға жаза қойыңыз, иә?
аттарыңызды жазып. Кері байланыстарымызды оқиық. Кім оқиды? Әлия оқиды. Сабақта нені талқыладық? Ұлпан шығармасын тереңірек талқыладық және авторға баға беріп кейіпкерлердің психологиялық жай-күйін талқыладық. Тапсырмаларды орындау қандай кедергілер болды? Тапсырма орындауда ешқандай қиындық және кедергі болмады. Қандай тағдырда жақсартуымыз керек? Ұлпан шығарманы тағы бір жақсылап оқып шығу қажет. Тамаша, өзіңізге жақсы кері байланыс жасадыңыз. Тағы да кім оқиды? Андар оқимыз ба? Сабақта нені талдадық? Берілген сөздің иесін таптық, көркемдегіш құралдарды таптық, психологизмді анықтадық. Тапсырмаларды орындауда қандай кедергілер болды? Көркемдегіш құралдарды сәйкестендіру мен сөз иесін табуда қателіктер болды. Қандай дағдыларды жақсартуымыз керек? Романды мұқият оқып, тапсырма барысын дұрыстап түсінуіміз керек. Тапсырма барысын түсінуіміз керек. Тағы да кеткен ас оқимыз ба? Сабақта нені талқыладық? Автор ұғымы қолдана білген көркемдегіш құралдарды және кейіпкерлердің психологиялық портретін талқыладық. Тапсырмаларды орындауда қандай кедергілер болды? Тапсырма барысында көп қиындықтар болмады. Қандай дағдымызды жақсарту керек? Ұлпан шығармасын тағы да бір қайталап оқу және де көркемдегіш құралдардың түрлерін ажырата білуді Қайталау. Жақсы. Карина, рахмет. Байланысыңызға. Карина оқиды. Сабақта нені талдадық? Ұлпан романындағы көркемдегіш құралдар мен кейіпкерлердің психологиялық портретін талдадық. Тапсырмаларды орындауда қандай кедергілер болды? Менің ойымша кедергілер болған жоқ. Қандай дағдымызды жақсартуымыз керек? Ұлпан романын қайталап оқу артық етпейді деп ойлаймын. Жарайсыздар. Рахмет балалар, кері байланыстарыңызды тапсырасыздар. Бағалау парақтарыңызды, есімдеріңізді жазып, маған бере қойыңыздар. Үй тапсырмасы, қарай, 15-ші тапсырма, оқулықтағы 15-ші тапсырманы аласыздар. Нұсқаулар бары сөйтіп жазылған. Үйден орындап келесіздер. Сұрақ бар ма балалар?